Assalamu алейкум, құрметті көрермендер. Бүгінгі видеода біз мынандай трансформаторларды шашатын боламыз. Бұлар ескі советский счетчиктерден шыққан. 220 вольт тұрмына жерде 220 вольт деп. Бұйыртса осылардан қаншамыз шығатын көретін боламыз. Көптен бері арнаға видео салынбай кетті, оның өзінің себептері бар. Алматы облысы екіге бөлініп, Талдықорған қаласы Жетісу облысы болғалы, мен Қонаев қаласына жұмыс бабымен ауысып, сол себептерден кішкене қолайсыздықтар болып қалды. Бізге керек инструмент балға, отвертка, круглая губка және пышақ. Мен қазір ашып бастаймын ақырындап. Процесс көрсетіп отырам ғой. Ең алдымен бізге екі трансформаторды бөліп алу керек. Ол үшін бізге отвертка керек. Мына жерде көріп отқандарыңызда екі винт, екі шуруп. Осы екеуін құрап шығарамыз. Aslında мынандай алюминиевый гайкалар бар, шайбалар бар екен, гайка деп қойған. Мынандай екі шуруп, қара темір. Енді біз бұларды орап шығаратын боламыз. Ораудың да керегі жоқ екен. Пластмасс бөлек түседі екен, осылай. Енді ораймыз осылай. Орап. Мынаны қазір көреміз. Бұл мүмкін алюмин болуы да мүмкін. Жоқ. Бұл бізде таза мыс екен, мыстан жасалған екен. Осылай. Артынан бәрін өлшейтін боламыз. Қазір мен мыналарды изоляцияларын бөлек шығаратын боламын. Сонымен бұл дайын. Изоляциясын шығарғаннан көрсетем оны. Және бізде екінші трансформатор мынандай. Сондай салмақты. Енді әрине бұл жерде көбісі қара темір, салмақтар тұрған. Бұл жерде осындай екі шуруп бар екен. Бұл жерде шуруп. Мына бізде таза қара темірге кетеді. Кейінірек шуруптарын шығарып алатын шығар. Керек болады. Енді мына жерде бізде замок тұр мынандай. Замок қалай шығады екен. Замокты да шығардық. Бұл бізде қара темір таза. Және мынандай қара темірлер шығып атқан. Енді бұл жерде бізге балға көмектеседі. Бұл жерге бізге балғаның көмегі керек сияқты. Біз көреміз. Ішіндегі темірін түсіріп біттім. Аңылтырын енді мына жерде бізде скотч. Скотчтың астында мыс. Бірінші мынау. Бізде мына проводтан келеді. Жіңішке көрініп тұрған болса, осыдан бастап мына мысты ағытатын боламыз. Осылай орап шығарамыз. Қазір орап шығарып алайын бәрін, сосын қайтып қосыламын.
Bizde осындай тауға бұйылды. Мынандай бір катушкадан. Бұл толық шықты. Бізде бір трансформатор толығымен шашылды. Және мынандай нелер қалды, изоляциялары. Қазір осының қорытындысын өлшеп шығаратын боламыз. Мынаны дұрыстап реттеп алайын. Асымен мен шөбінде бітірдім. Бізде шыққан осынша аздаған алюмин, қара темір біріншісінікі, бірінші трансформатордікі, екінші, үшінші. Және осынша латунь. Және осынша мыс бізде шықты. Қазір біз және мынандай бар, лужонный мыстар. Қазір өлшеп көретін боламыз бәрін. Бірінші трансформатордан 309 грамм, екеуінен 608, және үшіншісі 913 грамм қара темір, почти килограмм. Ана тұрамыз. Так, келесі кезекті латунь. Латунь бізде 3 грамм латунь. Енді мысты өлшейтін боламыз. 113, 136, 263, 402 грамм мыс. 198 грамм болса, жарты килограмм болады. Менімше жаман нәтиже емес. Видеоны болса лайк басып, арнаға жазылып, пікір қалдырып кетіңіздер. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.